Қазақстан поштасы 20 жылдың ішінде біраз өзгерістер бастан кешті. Бұл шынында да бір жағынан қиын жағдайлар болды, қайта құрылу жағдайы болды. Шынында да осы уақыттың ішінде біраз өзгерістерге жетіп, үлкен табыстарға пошта қызметінің саласын көтердік. Екінші жағынан соның сапасын қазір осы жылы жоғары көтереміз деген ойымыз бар. Осы жылға қайтарылған жоспарымыз бойынша біраз жұмыстардың бастадық. Осы жылға дейін, сол жылдың соңына дейін сол сапамыз көтеру туралы үлкен қызметті ала қойған мақсаттарымыз бар. Оны почта, екінші жағынан біздің сол бізге қарасты министерство, екі жағынан бізге оларды ол жағында үкімет органы бізге көмектесіп жатыр. Компанияның басты құндылығы ол адамның капиталы. Біздің жұмыскерлеріміз, біздің азаматтарымыз, бізге бірге істейтін әріптестеріміз, сол кісілер күн демей, түн демей, қыс бола ма, жаз бола ма, өздерінің жұмыстарына беріліп, жұмысын сүйгендіктен болу керек. Осы 20 жыл ішіндегі аудан орталық жұмыс істейтін операторлар, почтальондар, ол өз жұмысына берілген, өз жұмысын сүйетін адамдар. Сол адамдардың арқасында, бірінші айтамын, сол адамдардың арқаларында осы пошта қызметінің өнімінде жағарып, сапасын көтеруіне, екінші жағынан сол халыққа қызмет көрсетудің жағдайын көтеруіміз сол кісілердің арқасында деп ойлаймын. Өзіміздің жаңағы айтып кеткен мақсатымыз бойынша солардың жұмыстары туралы біраз шаралар жасадық. Өткен жылдан бастап 25%-тай біздің автотранспортты өзгерттік. Ол көптен бері болмаған нәрсе. Екінші жағынан ішіміздегі информационный технология жағынан біраз өзгеріс енгізіп, олардан бұрын халыққа қызмет етіп жүрген кезіндегі тұрып қалатын, кейде кешігіп қалатын жағдайлар қазірінде жоқ деп айтуға болады. Өзіміздің сапамыз көтеру үшін бізде сол әр елдермен салыстырып, кейбір компаниялармен салыстырып, сол қай жағынан біздің қандай кемшілігіміз бар, қай жағынан біздің әлде дұрыс жеткен жоқпыз, қай жаққа біз көңіл аударуымыз керек, сол жағында қарап жатырмыз. Бәрін сол қосқан кезде ол ойымыз сол осы жылы, келесі жылдары поштаның үлкен өзгерістері болады деген ойымыз бар. Екінші жағы, қазірде электрондық интернет қызметтер көбейіп жатыр. Ол жерде ақша аудару, сол заказ беру, оны төлеу интернет арқылы өткеннен кейін қалатыны логистика. Оны кім әкеледі, кім апарып береді, оны уақытында апарамыз ба, дұрыс жете ме, сол. Ол туралы қазір сол үлкен жұмыстар жүргізіп жатырмыз. Айтатын болсақ, осы август пен өткен жылдың августына қараған кезде шетелден келетін интернет арқылы келетін сәлемдемелер 5-6 есе өсіп жатыр, әр айда өсіп жатыр. Сол январдан бастап 3 есе, мартқа таман 4 есе, қазір 6 есе болды. Жақында ғана Қытай менен Россия почтасының арасындағы транзитқа келісіп, соны бірінші жүгін жібердік. Ол 3 күнде барды. Қытай менен Россияның арасындағы автомашинаменен. Өзіңдер білесіздер, Россияда олар келісім жүрген кезде олардың сол жағына осындай пікір болған, Қазақстанды транзит арқылы қалай қолдануға болады деген. Содан басталған сөз, жақында ғана августте оны жүргіздік. Қазір сол Қытай поштасымен келісіп жатырмыз. Жақында олармен шарт-сараға қол қоюымыз керек. Сол уақытта бұл транзит жағынан бізде өзіміздің үлесімізді, қазір жатқан жол салып жатыр, темір жол салынып жатыр, мемлекеттік бойынша соған программа, пландар бар. Соғында өзіміздің үлесімізді именно почта саласынан қосамыз деген ойымыз бар.